Бізде 8-ші сынып геометрия пәнінен тжб тапсырмасы 4-ші тоқсандық екінші нұсқасын талдап көрсетеміз. Екінші нұсқаның бірінші есебі А-ның координатасы 1 мен 2, В-нікі -1 мен 1 нүктелерінен өтетін түзудің теңдеуін жазыңдар дейді. Бізде бұл жерде дайын формула. Мына формуланы қолданамыз да шығарамыз. Осы формулаға мәндерін қоямыз. А-ның координаталары x1 мен y1-ді, ал В-нікі x2 мен y2 болып есептелінеді. Мына формуланы қолданамыз. Осы формуланы қолданып барып, пропорцияны көбейтіп, теңелеулерді шешкен кезде бізде x азайтылған 2y қосылған 3 тең 0 деген теңдеу шықты. Сонда жауабымыз осы деген сөз. Бірінші тапсырманың шешімі. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырмада егер 0 O нүктесі 0-де 0, В нүктесі 6-да 2, С нүктесі 0-де 6 болса, АВ осы параллелограммның А төбесінің координаталарын табыңыз дейді. Бұл жерде П диагоналдарының қиылысу нүктесі. Сызбада да көрініп тұр бұл жерде. Мына жерден шамамен көріп алуға болады енді. Бірақ бізге нақты дәлел керек. Енді дәлелдеуіміз керек. Қараңыздар. Бізде координаталарымыз берілген. Енді осының А нүктесінің координаталарын анықтауымыз керек. Біз бірінші диагоналдарының қиылысуы бойынша анықтап аламыз. Қарасаңыздар, диагоналдардың қиылысуы нүктесі, яғни С мен В нүктесін пайдаланып, оны 2-ге бөлеміз. Өйткені, қараңыздар, бізде координаталар беріліп тұр. С мен В-ның сол үшін есептегенге оңай болады. Есептеген кезде x-іміз 3-ге, y-іміз 4-ге. Сонда пи-дің координаталары 3 пен 4-ге тең. Ал екіншісінде уже біз керісінше D нүктесін, А нүктесінің координатасын екінші анықтаймыз. Сонда бізде қараңыздар, А нүктесі үшбұрыштың төбесі болып тұр, Сонда есептей келе, мына жерде де бізде дайын формула. Сол формуланы қоямыз, мәндерін есептейміз. Анықтаған кезде x-тің мәні 6, y-тің мәні 8 шықты. Сонда А нүктесінде бізде 6 мен 8-ге тең деген сөз. Келесі үшінші есепте бізде М нүктесі пика кесіндісімен пи нүктесінен 2-де 1 қатынасындай бөледі. Егер М 2 мен 1, ал К 3 пен 5 болса, пи нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Енді қараңыздар, бізде М мен К-ның мәні берілген. Өзі есептің шартында. Енді қатынасы 2-ның 1-ге қатынасындай. Ол деген сөзіміз 2 деген сөз. Яғни 2-ні 1-ге бөлсек 2 ғой, бізде қатынас. Сонда біз мына формуланы қолданамыз да x-тің мәнін, ал мына бойынша y-тің мәнін анықтаймыз. Мәндерін қойдық. Мынау бізде m-дікі x1 мен y1, ал мынанікі x2 мен y2-нің орнына қоямыз мына жерлерге. Сонда есептеген кезде x1-дің мәні 0-ге тең болды. Ал y-тің мәні, мына жерде y1-дің мәні -7-ге тең болды. Сонда пи нүктесінің координаталары бізде 0 мен -7 деген сөз. Асықпай мыналардың бәрін есептеп қарасаңыздар түсінесіздер. Мен жеке көбейтеміз, қосамыз деп айтпай ақ қояйын. Мына жерде дайын формула, осыған саламыз. Сонда бізде нақты есептің жауабы шығып тұр.